Осыдан 11 жыл бұрын мына мектеп оқушылары бірінші сынып табалдырығынан аттаған еді. Енді олар алтыня мектепті аяқтап, үлкен өмірге қанат қақпақ. Осы сәттен бастап түлектер алдында үлкен жол ашылатынына сенеді. Бұған олардың мектеп қабырғасында алған білімдері кепіл болмақ. Жас түлектермен оқу жылын аяқтаған оқушыларды айтулы күнмен Бөрлі ауданының әкімі Алдияр Халилов құттықтап, ұстаздарға алғысын білдірді. Жас түлектерге өмірден орнын тауып, маман болуына тілектестігін білдірді. Ауданымызда биыл 368 түлек 11 жыл оқып мектеп табалдырығында, енді биыл міне өздерінің алған білімдерін әрі қарата жалғастырып, үздік оқу орындарына түсіп, жақсы мамандық таңдап, сол мамандықпен біздің еліміздің, біздің болашағымызға тұруға атсалысатынына мен еш күмәнім жоқ. Сондықтан міне осы түлектердің бәрін ауданның, соның ішінде міне 4 түлегіміз осы Бөрлі мектебін бітіріп отыр. Бұларға сәтті қадам деймін. Жақсы мамандық таңдап, осы елімізге өз үлестеріңізді қосыңдар. Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, хатшылық басшысы Ғайса Қапақов арнайы келіп, жүрек жарды лебізін білдірді. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушы қауымдар, құрметті балалар, бүгін енді өмірде бір керемет күндердің біреуі, біріншіден мектеппен қоштасу, 11 класс бітіріп жатқан адамдарға, екіншіден жаңа демалысқа шығу, сондықтан бір жақсы мереке, сондықтан бәріңіз сол мерекемен құттықтаймын. Енді елімізде осы істеліп жатқан жұмыстардың бәрі осы болашағымыз үшін, еліміздің дамуы үшін, мына жастарымыздың осы жақсы білім алып, жақсы өмірде адам болу үшін істеліп жатқан жұмыстар, сондықтан сол жұмыстардың жемісін көріп, солардың жетістіктерін көріп, болашақта біздің Қазақстанның керемет азаматтары болуына тілектестік білдіреміз. Бұл күнгі құттықтаулар түлектердің құрметіне. Биылғы оқу жылында Бөрлі орта мектебін 4 түлек аяқтап отыр. Олар қазір ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық үстінде. Соның бірі Әсел Дүйсенбаева. Көңілі толқулы түлек алдағы сынақ ұлттық бірыңғай тестілеуде ойдағыдай тапсырып, болашақта эколог маманы болғысы келеді. Емтиханды болашақ мамандығына орай биология, география пәнін таңдаған. Бұған дейін өткен мектеп ішілік тесттен байқау сынағында 82 балл жинаған екен. Енді мақсатым 100-ден астам балл жинау. Міне тағатсыздана күткен соңғы қоңырау да соғылды. Сыңғырлаған қоңыраудың үнімен бірге түлектермен қатар шәкірттерінде қуанышында шек жоқ. Бүлдіршіндер мен оқушылар алғыстарын өлең арқылы жеткізді. Ал ата-аналар да салтанатты шарада игі тілектерін білдірді. Қызым осы мектепте 1-ші сыныптан бастап білім алып, тәрбие алды. Өте қуаныштымын, себебі деген бұл мектепте білімді де білікті ұстаздар еңбек етіп келе жатыр. Қызыма деген жақсы білім беріп, тәрбие берді деп сенемін. Және 11 жыл бойы осы мектепте түрлі шараларға қатысып, өздерін көрсете білді балаларымыз. Бүгінгі таңда Бөрлі орта мектебінде 44 мұғалім болса, соның ішінде 4-еуі жоғары санатты, 1-ші санатты 15, 2-ші санатты 17 мұғалім бар. Соңғы 3 жылдың ішінде 12 жас маман жолдамамен келсе, биыл олардың қатары 4-еуге толыққан. Олардың жас ұрпақты тәрбиелеу жолында еңбек ету үшін ауылда барлық жағдай жасалуда. Бөрлі жалпы орта білім беретін мектебін 2017-2018 оқу жылында 306 оқушы тәмамдауда. Оның ішінде 44 оқу озаты, 104 оқу екпіндісі, білім сапасы 51,4%-пен аяқтап отырмыз. Осы оқу жылында біздің оқушыларымыз аудандық, облыстық деңгейде үлкен сайыстарда жетістікке жетіп отыр. Мұғалімдер қауымы, әрине бұның барлығы оқушы, мұғалім ата-ананың арқасында. Сол себепті бүкіл мектеп ұжымына, оқушыларға, ата-аналарға үлкен алғысымды білдіремін. Бөрлі жалпы білім беретін мектебінің шәкірттері өнерде де спортта да дарынды. Олардың ең белсенділері салтанатты шарада марапатталды.
Құттықтау сөз сөйлеушілерден соң жиынға жиналғандардың назарына музыкалық сәлем жолданды. Түлектер ұстаздары мен оқушыларына арнап тілек айтып, әсем әнмен ырғала мектеп вальсі биін биледі. Қимастық пен қуанышқа толы жиын мектеп бітірушілердің соққан соңғы қоңырауының үнімен қорытындыланды. 1 қыркүйекте мектепке қадам басып, жаңа күш-жігермен оқуға ұмтылатын оқушылар енді міне соңғы қоңыраудың дауысын естуге асық. Оқушылар 3 ай бойы демалып, демалыстарын қызықты өтуге жұмсайтын белгілі. Ал жас түлектерге бәрі өзгеше. Жаңа оқу ордасы, жаңа орта, жаңа көзқарас. Соңғы қоңырау салтанатына қала басшысы арнайы келіп, оқу жылының аяқталуымен барша жиналғандарды құттықтады. Мектеп басшылығы білім ошағының қоғамдық жұмысына араласып, жетістіктерімен ерекшеленген жандарға алғыс хаттарын табыстады. Биылғы жас түлектерді қанаттандырып, оларға білім берген ұстаздары да шәкірттеріне үлкен сенім артып отыр. Жас түлек 2018. Бүгін сіздердің соңғы қоңырауларыңыз соғылды. Алдағы уақытта осы алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуден мүдірмей, тек еңбекпен өтулеріңізге тілекшіміз. Еліміздің қай қиырында жүрсеңіз де, алтын ұя мектебіңізді ұмытпауыңызды сұраймын. Болашақта бәріңіз де еліміздің тізгінін ұстайтын, білімді де білікті азамат болады деп сенеміз. 2017-2018 жылы оқу жылы номер 3 жалпы білім беретін орта мектеп үшін табысты болды. Мектеп ұстаздары әртүрлі байқауларда, семинарларға қатысса, спортшылар мен өнерлі жастарда мектеп атын асқақтата білді. Осындай мектепте білім алып, жан-жақ тәрбиеленген балаларына әрқашан қолдау беретін ұстаздарға, ата-аналарға алғыстарын білдіріп, алдағы күндерге сәттілік тілесті. 11 сынып оқушыларына тілейтінім сәтті сапар, емтихандарын, ұбытыларын жақсы тапсырып, ақ жол, денсаулықтары мықты болып, тек қана ата-ананың, ұстаздардың үміттерін ақтарсын. Мектепті бітіріп, алдағы білім сынағы ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өту әр мектеп түлегінің мақсаты. Білімдінің күні жарық демекші, білімді болу, абайша айтқанда, кірпіш болып қалану жас түлектердің ең үлкен мақсат болып табылады. Құрметті жас түлек 2018, сіздерге алға қойған мақсаттарыңызға жетуге, армандарыңызға жетуге, ата-ананың сенімін ақтауға, қалған оқуларыңызға түсуге тілектеспін. Жыл бітіп жатыр енді, оқу бітіп жатыр, енді сізге көп жақсылық тілеймін, сәттілік тілеймін. Өз ата-аналардың үміттерін ақтаңдар, мұғалімдердің үміттерін ақтаңдар. Оқу жылының аяқталуы әр мектеп жасындағы баланың қуанышы болса, ал мектептің түлектері үшін үлкен жауапкершілік, бір жағынан қимастық. Ендеше ақ жол саған жас түлек. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмас қоңыраулар.